Отаршылардың насихатына сеніп, Шыңғысхан жауыз, Шыңғысхан басқыншы, Шыңғысхан қанішер дегенге сеніп, біз бабамыздан безіп кеткенде Шыңғысханға ие болған моңғолдар дедім. Енді әр нәрсенің уағы бар, Шыңғысхан отанына қайту керек. Ғұлама болудың керегі жоқ Шыңғысханның түрік екенін білу үшін. Шешесі нағашы жұрты Қоңырат. Алған бәйбішесі бөрте Қоңыратты. Одан туған 4 ұл түгел түрік қыздарына үйленген. Бүкіл Шыңғысханның әскерін басқарған бас қолбасын ояндар кім? Бүкіл Қытайды бағындырып берген Мұқалы Жалайыр. Атақты Жебен оян Арғын. Ал Шыңғысхан әскерін бүкіл Мысырға дейін бастап барған атақты қолбасы Кетбұқа Найман. Алтын Орда 3 ғасыр бойы Евразияны билеп тұрды. Орыстардан ұмытпайды өзінің кімге бодан болғанын. Шыңғысханды түрікке жақындатпаудың барлық шарасын істеді олар. Аз қалып моңғолдарға, мынау сендердің бабаларың мынаған ие болыңдар деп соларға ұстатып қойды. Шыңғысханның заманында моңғолдар 20-30 мың ғана шамасындағы аз тайпа болатын. Шыңғысханның жер қайысқан қалың әскерін жасақтау моңғолдың қолынан келмейді. Тарихты өтіріктен тазарту керек. Қытайлар не жасады? Кино, әлгі көп сериал. Құрылтойлар арақпен басталады, арақпен аяқталады. Шыңғысханның әулеті олай болмаған. Арақ ішпеген кезде. Қазір дәлелденіп отыр, Шыңғысхан ислам дінін ұстаған. Бүкіл өрендері де бәрі де. Ал керек болса. Алтын Орда Ресейге 300 жыл билік жүргізген империя ғой. Енді шындықты айтатын кез келді. Алтын Орданың жаңағы ер сайыннан бастап Европаға шабуыл жасаған кезде негізгі әскері біздің ата-бабаларымыз болды. Балқан тау, ол да біздің көрген тау деген сөз содан қалған. Негізгі әскері ата-бабаларымыз болды біздердің. Ал моңғолдар болатын болса, тарихи деректер 4-ақ мың нөкер ғана Шыңғысханға еріп Қазақстанға келген жайлы айтылады. Қалған әскердің бәрі біздің ата-бабамыз. Оны біз мойындаудан қорықтық, өйткені Европадан қорықтық, евроцентризмнен қорықтық, Ресей идеологиясынан, анау советтік идеологиядан қорықтық. Енді бәрін жаңағы Марат Тажин айтпақшы